1970 жылдары жаһандық экономика ауыр тоқырауға ұшырады. Инфляция шарықтап, жұмыссыздық өсті. Ал бұрынғы экономикалық механизмдер жұмыс істеуден қалды. Ұлыбритания соғыста жеңіске жеткенімен бейбіт өмірге үлкен қарызбен қадам басты. Экономикалық қиындықтар қоғамдағы наразылық пен әлеуметтік шиеленісті шегіне жеткізді. Бұл кесте сол кездегі саяси тұрақсыздықты көрсетеді. Билік басына лейбористер келсе, мемлекет экономикаға араласуын күшейтеді. Ал консерваторлар қайтып келгенде, бәрін кері бұруға тырысады. Бұл тоқтаусыз тербеліс жағдайды одан сайын ушықтырды. Бұл тұрақсыздық 20 ғасырдың ортасындағы ең үлкен сұрақты тудырды. Дағдарыстан шығу үшін экономиканы мемлекет толық өз қолына алуы керек пе? Әлде бәрін еркін нарыққа тапсырған жөн бе? Европаның екі мемлекеті, Ұлыбритания мен Швеция, бұл сұраққа екі түрлі, бірақ екеуі де табысты жауап тапты. Бұл елдерге отлық экономикалық двигательдерін толықтай қайта жинау қажет болды. 1979 жылы билікке келген Маргарет Тэтчер экономиканы құтқарудың қатал жолын таңдады. Оның философиясы мынадай еді: мемлекет экономикаға барынша аз араласуы тиіс, ал әр адам өз әрекетіне толық жауапты. Бұл инфографикада тэтчеризм механизмінің негізін құраған 5 басты қадам көрсетілген. Үкімет мемлекеттің экономикадағы үлесін кесуді бастады. Ең алдымен олты келі салықтарды, соның ішінде байлардың кіріс салығын 2 есеге азайтты. Одан кейін мемлекеттік кәсіпорындар мен мүліктер жаппай жекешелендіріліп, қазынаға 47 миллиард фунт стерлинг түсті. Бірақ шығындарды қысқартудың ауыр әлеуметтік құны болды. Үкімет әлеуметтік бағдарламаларды тоқтатып, пайдасыз шахталарды жапқан кезде кәсіподақтармен қатаң қақтығыстар басталды. Жұмыссыздық өсіп, алғашқы жылдары премьер-министрдің беделі қатты түсті. Бастапқы кезде рейтингтер 2%-ға дейін қолдырғанымен, бұл макроэкономикалық график 1982 жылдан басталған тұрақты өсімді көрсетеді. Ұлыбритания ақш экономикасына құйған инвестиция көлемі бойынша әлемде бірінші орынға шықты. Ұлыбритания өз экономикасын құтқару үшін оны барлық әлеуметтік міндеттемелерден босатып, бәсекеге қабілетті еркін нарыққа қайтарды. Тура осы уақытта Ұлыбритания барынша кешелендіріп жатқанда, Швеция мүлдем басқа прагматикалық бағыт, функционалдық социализмді таңдады. Бұл диаграмма швед үлгісінің қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Оның негізі капиталистік мотор мен социалистік қалқанының бірігуінде жатыр. Идеология үшін тиімділіктен бас тартудың орнына Швеция өндіріс құрамдарын жекеменшікте қалдырды. Мемлекет фирмалардың өндірістік қызметіне мүлдем араласпайды. Сол арқылы капиталистік мотор барынша қуатты жұмыс істеді. Ал екінші жағынан жекеменшік сектордан түскен үлкен пайда жоғары салықтар арқылы жиналады. Бұл қаражат барлық азаматтарды қорғайтын бірыңғай жүйеге, социалистік қалқанға қайта бөлінеді. Осы механизмінің арқасында медициналық қызмет көрсету, білім алу және зейнетақымен қамтамасыз ету сияқты әлеуметтік игіліктер барлық швед азаматтарына тегін және сапалы түрде қолжетімді болды. Бұл Вен диаграммасы шведтік жүйенің тағы бір ерекшелігін көрсетеді. Тэтчерден айырмашылығы, Швеция үкіметі кәсіподақтармен соғысқан жоқ. Керісінше, жұмысшылар мен ірі өнеркәсіп орталықтандырылған келісімдер жасасып, тарихи ымыраға келді. Шағын мемлекет әлемдік нарықтың қатал бәсекесіне төтеп беру үшін тиімді капиталистік өндіріс пен әділетті социалистік бөлуді бір-біріне байлап қойды. Бұл концептуалды талдау кестесіне қарасақ, Ұлыбритания мен Швецияның философиясы, меншікке көзқарасы және мемлекеттің рөлі бойынша мүлдем қарама-қайшы етінін көреміз. Бірақ екеуі де экономикалық дарбағысты жеңіп, өз мақсаттарына жетті. Егер шведтік үлгі соншалықты тиімді жұмыс істесе, неге басқа мемлекеттер оны жай ғана көшіріп алмайды? Жауабы мынада: бұл экономикалық модельдер құрғақ математикалық формулаларға емес, халықтың ұлттық мінез-құлқына тікелей тәуелді. Мәселен, шведтердің жоғары салықты саналы түрде төлеуі олардың бойында ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи рационализмнің өзіндік тәртіптен және қоғамдағы қақтығыстардан қашу мәдениетінен туындады. Ал Ұлыбританияда тэтчеризмнің жұмыс системі олардың ғасырлар бойы қалыптасқан жекеменшік, капиталистік және